Біздің көршілес мемлекеттердің азаматтары Қарақалпақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, жалпы біздің көршілеріміз, көрші елдің азаматтары біздің елге келіп жұмыс жасаған кезде, бизнес ашқан кезде, сауда жасаған кезде ИП аша алмайтын болғандықтан ТО ашып алып жатады. Және де упрощенкаға қойып 3% налогын төлеп, немесе розничный налогпен 2 миллиардқа дейін оборотын жасап жатады. Енді келесі жылдан бастап ТО-лар дивидендті төлейді. Биыл да төлейді, бірақ биыл 30 мың МРП вычет болғандықтан көбі төлемей жатыр. Келесі жылдан бастап мұқият болған дұрыс. Көбінесе упрощенкамен жасайтындар әсіресе ойлайды, от обороты 3%-ді төледім, басқа ешқандай обязанность жоқ деп. Сол үшін осы аталған елдердің азаматтарына біздің Қазақстан Республикасынан ТО ашып жұмыс жасап отырған болса, 2026-дан бастап өздеріңіздің дивидендтарыңызға, ИПН-дарыңызға мұқият болсаңыздар. Себебі келесі жылдан бастап 3%-тен бөлек, от обороты төлейтін салықтан бөлек дивидендтен салық төленеді ТО-лардан құрылтайшы ретінде. Және де 25%-ға дейін доляңыз сондай 25%-ға жетпейтін болатын болса, онда 15% төленеді. 25%-дан жоғары пайыз болса, 100% өзіңіздікі болса, бәлкім ондай жағдайда ставка 5% болады.